Ассаламағалейкум қазақ елі, сіздермен білім ғылым және бизнес каналы және оның негізін қалаушы мен Спабегернар Маратбекұлы. Достар, осы видеоны соңына дейін қараңыздар, себебі бұл видеода артқа сальто айнала алатын робот жайлы көрсететін боламыз. Ендеше достар, бастайық. Сонымен достар, артқа сальто айнала алатын робот Атласпен таныстыңыздар. Иә достар, адамдар жасай алмайтын сальтоны роботтар жасап жатыр. Бұл нені білдіреді? Бұл дегеніміз жарқын болашақта, осы 15 жылдың көлемінде роботтар адамдармен бәсекеге түседі деген сөз, яғни. Көптеген салаларда, көптеген мамандықтарда бүгінде роботтар адамдарды алмастырып жатыр достар. Бұл ғылыми жаңалықтар күннен күнге дами түсуде. Яғни егер роботтар көбейетін болса достар, бізде мамандықтардан адамдар жұмыстан шығарылуы әбден мүмкін. Сол себепті достар, осы роботизацияны талқылап, 3D принтерлер жайлы білім алып, нейротехнологиялар мен жасанды интеллектіні меңгеру біз үшін достар өте маңызды болып табылады. Әйтпесе кейін достар, роботтардан жеңіліп қалуымыз әбден мүмкін. Сол себепті достар, мен осы өзімнің каналымда ендігі шығарылымдарымды осы әлемдегі ғылыми жаңалықтарға, яғни жаңадан шығып жатқан роботтарға, тағы басқаларға осылай талдау жасасам ба деп шешіп отырмын достар. Егер менің айтып отқандарым дұрыс болса және оған қосылатын болсаңыздар, астына лайк басып каналға жазылып қойыңыздар, ал мен өзімнің талдауымды ары қарай жалғастырайын. Жалпы достар, Boston Dynamics компаниясы көптеген роботтарды дүниеге әкеліп жатыр. Соның бірі осы Atlas роботы. Бұл роботтың ерекшелігі сода адам жасай алмайтын сальтоны жасап жатыр. Демек, роботтардың икемділігі олардың адам жасай алмайтын тіпті дүниелерді жасаулары, былайша айтқанда, кейін үлкен компанияларда осы роботтар жұмыс атқарады деген сөз достар. Жалпы бұл видеоны көріп отырып сізде әртүрлі ой туындауы мүмкін, бірақ менің ойымша достар, біз барлығымыз осыны бірге меңгеріп, роботизацияны үйреніп, Қазақстанда, елімізде осы саланы дамытуымыз керек. Сонда ғана достар, егер біз біліммен қимылдайтын болсақ, бұл саланы өзіміз игеретін болсақ, онда сөзсіз біз өзгерістерге дайын боламыз. Және жұмыссыз қалып кету, тағы басқа қиыншылық жағдайлар бізде болмайды. Ол үшін тек қана достар білім алуымыз керек. Сол үшін де мен осы каналда келесі репортаждарымды осы роботтарға арнайтын боламын. Ал бүгінгі таныстырған робот сіздерге ұнаған болса, онда видеоға лайк басып астына осы видео жайлы пікіріңізді қалдырыңыз, және ең бастысы келесі қызықты роботтар жайлы, ғылыми жаңалықтар жайлы пайдалы видеоларды жіберіп болмас үшін астында қоңыраушаны басып каналға тіркеліп қойыңыздар. Және де өзіңіздің роботқа қызығатын жалпы жақындарыңызға осы бір өзгерістер жайлы естіртіп, олармен де осы видеоның сілтемесін бөлісіп қойсаңыздар әбден болады. Сіздермен бірге болған білім ғылым және бизнес каналы және оның негізін қалаушы мен Спабегернар Маратбекұлы. Келесі видеода жолыққанша.